Армысыздар. Садақа және қайырымдылық. Жалпы дүниеде тегін еш нәрсе жоқ. Кездейсоқ еш нәрсе болмайды. Және қазіргі осы сіздің сәтіңіз жаман болсын, жақсы болсын, жағдайыңыз ол сіз үшін ең дұрысы, ең әділеттісі. Оны осы садақа және қайырымдылық сөзімен байланыстырып түсіндіріп көрейін. Жалпы садақа және қайырымдылық деген ол айырбас. Енді садақаны қашан берген? Жамандықтан құтылу үшін берген. Садақаны берген, бірақ алмаған қазақтар. Садақа дегенін ол бір садақ секілді бір бағытта. Көздеп атасын өлтіресін. Яғни ол жасаған жақсылығын қайтады деп күтпеген. Садақа деген ол өтеу жолы. Мысалы, құрмалдық деген ол құрмалмен өтелсін деген. Құдай тамақ деген ол да бір садақаның түрі. Ал енді қайырымдылық деген ол қайырылу тиіс. Бұл жерде күту, үміттену бар. Яғни қайырылады деп тұр, иә? Жақсылығым, жасаған жақсылығым қайырылады деген. Неге күтеді? Өйткені қазақтар әрбір адам өзі бір осы дүниеге бір сабақты меңгеруге келеді дейді. Және сол сабақты меңгеретіндей оның әл қуаты бар, күш қуаты бар деп есептеген. Сол себептен олар сенген. Ол осы менің жасаған жақсылығым қайырады деген деп. Ал егер де ол адамға сенбесе, яғни оның күшінен қолынан келмейді, оның күші жетпейді, ақылы жетпейді деп, менсіз ол күн көре алмайды деп. Ол сол кезде оны құтқаратын болса, ол өзінің құтынан айырылады. Яғни құтқару деген сөз ол құтты ұрлау деген сөз. Құты ұрланады. Сол себептен құт ұрланбас үшін қазақтар қайырымдылық деп айтады. Яғни әрқашан менің жасаған құтым, жақсылығым қайрылсын деп үміттенеді, күтеді.